Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ауылбай Асеке. Бүгін мен сіздерге ешкінің немесе қойдың жасын қалай білуге болатын жайлы айтқым келіп отыр. Егер де сіздерге осы сұрақтың жауабы қызық болатын болса, міндетті түрде осы видеоға алдын ала лайк басып, видеоны өткізбей соңына дейін мұқият қарап шығуларыңызды сұраймын. Сосын мен ешқандай да малшы емеспін, мыңғырға мал бағып отырған ештеңем жоқ. Бірақ ешкінің қойдың жасын білуді біреулерден көріп алдым, біліп алдым. Сол білген нәрсемді, көрген нәрсемді сіздермен бөліскім келіп отыр. Сосын достар, егер де сіздер менің YouTube каналыма жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сосын достар, тағы да айтқым келгені, енді неше түрлі ақылды адамдар бар. Неше түрлі сұрақтар қою мүмкін комментарийда. Ешкінің қойдың жасын не қыласың, жасын не істейсің деген сияқты сұрақтар болуы мүмкін. Мысал үшін сіздер айт жасайтын болсаңыздар немесе садақа жасайтын болсаңыздар, қой немесе ешкі алып соясыңыздар. Ол қой мен ешкіні, яғни малды базардан немесе тағы басқа жерлерден сатып аласыңыздар. Вот сол сатып тұрған адамдар, егер де сіздер малдың жасын анықтап білмейтін болсаңыздар, сіздерге кәрі қой немесе кәрі ешкі сатып жіберуі мүмкін. Яғни сіздерге кәрі малды жас мал деп алдап сатып жіберуі мүмкін. Сондай приключениелерге тап болмас үшін малдың жасын өздеріңіз анықтап білгендеріңіз дұрыс. Сонымен достар, ешкінің немесе қойдың жасын анықтау үшін сатып алайын деп тұрған малыңызды ұстап аласыңыздар. Ұстап алып, міндетті түрде аузын ашып, аузындағы тістеріне қарайсыңыздар. Яғни түсініп отырғандарыңыздай, ешкінің немесе қойдың жасын тістеріне қарап ажыратуға болады. Мысал үшін, ұстап алған малыңыздың аузындағы тістері, астыңғы тістері барлығы кішкентай бүп-бірдей болатын болса, ұстаған малыңыз әлі бірге толмаған мал. Ұстап алған малдарыңыздың астыңғы екі тісі үлкен болатын болса, яғни алдыңғы екі тісі үлкен болатын болса, ол уже бір жасар мал деген сөз. Ұстап алған малыңыздың астыңғы төрт тісі үлкен болатын болса, ол уже 2 жасар мал деген сөз. 6 тісі үлкен болатын болса, 3 жасар мал деген сөз. 8 тісі үлкен болатын болса, ол уже 4 жасар мал деген сөз. Бірақ тістері таза болу керек. Яғни шірмеген, жаңағындай қисаймаған, мүжілмеген болу керек. Сол кезде ол мал 4 жасар болады. Яғни түсінгендеріңізде қой мен ешкінің жасын осылай тісіне қарап ажыратуларыңызға болады. Сосын достар, егер де мал сатып алатын болсаңыздар, міндетті түрде жас мал сатып алыңыздар. Бағатын болсаңыздар да, соятын болсаңыздар да, 1 жасар не 2 жасар мал сатып алыңыздар. Максимум 3 жасар мал сатып алыңыздар. Себебі 5, 6, 7 жасар малды ажырату қиын болады. 5-6 жасар малды ажырату үшін уже сіздер профессионал болуларыңыз керексіңіздер. Достар, қазір мына жерде жатқан индейец лақ пен оның енесінің, сосын мына индейец текенің, яғни мүйізді текенің аузын ашып, бұлардың жастарын практика жүзінде анықтап көретін боламыз. Достар, міне лағымызды ұстап алдық. Бұл жетайынлық лақ әлі бермейді. Қазір аузын ашамыз. Көрінетін болса. Тістері кішкентай, міне көрінген болса. Міне тістері кішкентай, мынандай.
Мынау жетайлы лақтың тісі. Әлі тісі түспеген. Сүт түстер мыналар. Қазір ақ ешкіні ұстаймыз қазір. Достар, ешкіні ұстадым міне. Ақ ешкіні ұстадым. Ешкінің аузын ашып көрейін. Көріп отырғандарыңыздай міне мынау 1 жасар. Яғни алдыңғы 2 тісі мынандай үлкен. Күрек тісі шыққан уже. Қалған тістері әлі кішкентай. Көріп отырғандарыңыздай. Алдыңғы 2 тісі үлкен тек қана. Келесі жылы мына қапталдарындағы кішкентай тістері олар да үлкейеді. Бұйырса, уже бұл 2 жасар болады сол кезде. Достар, короче, текені ұстап алдым. Бұның түсін көрсетейін десем, өзім мешайт етіп тұр, короче. Қарап көріп тұрсаңыз, сонда да. Короче, бұл текеде өте үлкен болып кетті, міне кетті. Былайынан. Короче, астыңғы тісі 1 тісі істеп кетті, ішке қарата майысы отыр екен мынандай болып. Мұнда көріп отырғандарыңыздай 1 жасар, әлі жас. Бірақ мына 1 тісі қисайып кеткен бе, бірден отты қара қасқан. Зубной врачқа апару керек екен. Яғни түсінгендеріңіздей міне осылай анықтайсыңыздар. 1 тісі мынандай болып кетті, бірақ қисық өскен бе тісі. Әлде аузын соғып алған ба бір жерге. Мынандай болып қалыпты 1 тісі. Бұның тісін көрсету қиын болатын шығар деп ойлап едім жалпы. Индейстің себебі алдында ұстайым деп мүйіз аяғыма кіріп кетті. Сонымен достар, қой немесе ешкінің жасын осылай оп-оңай жолмен анықтауларыңызға болады. Практика жүзінде көрсеттім. Егер де менің көрсеткен нәрсем, жасаған еңбегім, яғни қиналып ешкілердің аузын ашып камераға түсіргенім лайк басуға тұрарлық десеңіздер, міндетті түрде осы видеоға лайк басыңыздар. Егер де менің жасаған еңбегім лайкқа татымайды деп ойласаңыздар, дизлайк басыңыздар. Сосын осы видеоның комментарийында міндетті түрде өздеріңіздің ойларыңыз болса алып қосар жазып отыруларыңызды сұраймын. Сосын ешкі мен қойдың жасын тағы да басқа жолдармен анықтауға болатын болса, міндетті түрде өздеріңіздің опыттарыңызды осы видеоның комментарийына жазып отыруларыңызды сұраймын. Сосын міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.